Баршаларыңызға сәлем, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін оразаны бұзатын және бұзбайтын 70 амалымыздың тағы бір 10 амалына тоқталамыз. Үшінші бөлім. 21 сұрақ. Рамазанда шомылуға болады ма? Жауап. Салқындау мақсатында суға түсуге рұқсат. Бастысы судың тамаққа өтпеуін қадағалау керек. 22 сұрақ. Ораза ұстаған әйел адамға күндіз хайыз келсе, не істейді? Жауап. Ораза кезінде хайыз көрген әйел аузын ашады. Ораза аяқталған соң қазасын өтеп береді. Себебі ораза парыз болу үшін хайыз және нифаста таза болу шарт естіледі. 23 сұрақ. Шөл қысқанда ауыз ашуға болады ма? Жауап. Аштық пен шөлдің қысуы ауыз ашуға жеткілікті себеп емес. Себебі әдетте ораза ұстаушы шөлдейді, ашығады. Аштық яки шөлдеу адамды өлімге немесе қатты төсек тартып қалуға алып баратын болса, аузын ашып, сол күннің қазасын ғана өтейді. 24 сұрақ. Қарын қатты ашқан кезде ауыз ашуға болады ма? Жауап. Адамды өлімге яки қатты науқастануға алып баратын болса, аузын ашып, кейін бір күн қазасын өтейді. Бұдан тыс, әдеттегі аштық себебінен ауыз ашуға рұқсат жоқ. Ашатын болса, бір күн қаза және кафарат өтейді. 25 сұрақ. Рамазанда әйел адам жыныстық мүшесіне свеча қолданса, оразаны бұзады ма? Жауап. Классикалық фикх кітаптарында әйел адамның жыныстық мүшесі табиғи жолға жатқызылған. Яғни, ішпен әуреттің арасында сырттан келген затты өткізуші табиғи жол бар делінген. Ғұламаларымыз бұл үкімді өз кезегінде медицинаға негізделіп айтқандығы жайлы деректер бар. Ал қазіргі медицина әйел адамның әуретін табиғи жолға жатқызбайды. Дей тұрғанмен, классикалық мәтінге сүйеніп, сақтық үшін свеча қолданған әйел бір күн қазасын ұстағаны жөн. 26 сұрақ. Тіс қанап, қан тамаққа өтіп кетсе, оразаны бұзады ма? Жауап. Егер қанға түкірік араласпай тамаққа қарай өткен болса, бір күн қазасын өтейді. Ал егер қаннан түкірік басым болған болса, қаза өтемейді. Екеуі тең болған жағдайда, ықтияттылық тұрғысынан бір күн қаза өтейді. 27 сұрақ. Ораза кезінде күйеуі әйелін ернінен сүюге болады ма? Жауап. Бұл амал мәкрухке жатады. Себебі жыныстық қатынасқа алып баратын кез келген іс мәкрух. Ал егер сүйісу барысында бір-бірінің сілекейін жұтар болса, екеуі де бір күн қаза өтейді. 28 сұрақ. Жолаушы адам сапардан оралса, аузы ашық болғандықтан ішіп жеуіне болады ма? Жауап. Оразаның құрметі үшін ішіп жеуден тыйылуы ләзім. Хайыздан тазарған әйелде осы үкімде, яғни оразаның құрметі үшін ақшам намазына дейін ішіп жемнен тыйылу керек. 29 сұрақ. 30 күн бойы оразаға ниет етпеген адамға кафарат міндет пе? Жауап. Кафарат тек оразаға ниет етіп, оны әдейі бұзумен міндет болады. Бұл жағдайда 30 күн қаза өтейді. 30 сұрақ. Ораза ұстап жүрген адам ертеңгі оразаны әдейі ұстамаса, кафарат міндетті болады ма? Жауап. Кафарат тек оразаға ниет етіп, оны әдейі бұзумен міндет болады. Бұл жағдайда әдейі ұстамаған күннің қазасын ғана өтейді. Ал достар, бүгін міне оразаны бұзатын және бұзбайтын 70 амалдың 3-ші бөлімі 10 сұраққа жауап алдыңыздар. Ұстаған оразаларыңыз қаза болмай қабыл болып, аман-есен өтеп шығуларыңызға тілектеспін. Алдағы бөлімдерде насыбай ату оразаны бұзады ма, тіс пастасын қолдану оразаны бұзады ма, нәпіл оразасын әдейі бұзған адам кафарат өтейді ме, сәресіне тұра алмай қалған адамның жағдайы қалай болады деген сынды неше түрлі сұрақтардың жауабын алдағы уақыттағы видеоларымда алатын боласыздар. Достар, сондықтан видеоны өткізіп алмас үшін подписация бөліміндегі колокольчикті басып, лайк басып, комментарий жазып, әрі каналымды қолдап өтулеріңізді сұраймын.
Достар, осы Рамазан айына орай осындай сұрақ-жауап видеоларын салып жатырмын. Әйтеуір бір жанға болсын пайдасы тисе екен деген ниетпен, бір адам болсын керек сұрағының жауабын алса екен деген ізгі оймен жүктеп жатырмын. Ал аман болыңыздар, оразаларыңыз қабыл болсын.